Ассалаумағалейкум мұсылмандар. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мынау Рамазан айында келіп қалды. Құттықтаймын сіздердің барлығын қасиетті Рамазан айымен. Мен бүгін айтайын деген пітір садаға туралы. Пітір садаға менің ойымша мынау имамдарға беру парыз емес. Менің ойымша. Имамдардың жағдайларын білесіздер, олардың чиновник деп санаймын оларды. Кәдімгі басына шалма кигізіп қойған әшейін. Кәдімгі ол чиновник, исполнительдер. Біреу мысалы қаңтар айында қандай төгіс болды, азаматтар қайтыс болды. Біреу өзінің пікірін айтқанда жоқ, өзінің көңілін айтқанда жоқ. Мәселе даже ода да болмасын. Енді менің ойымша пітір садағаны өтінішім, мынау қаңтар айында талай батырларымыз қаза болды. Талай батырларымыз суда қиналып жатыр. Талайын пытка жасап, осы уақытқа шейін кейбіреулер жатыр. Солардың жанұясы жетісіп отыр дейсіздер ме? Солардың жанұясына пітір садаға берсек бәріміз адресіне. Мынау мысалы батырымыз Берік дейтін жігіт байрағымызды, Қазақстан байрағымызды ұстап, астына граната қанша тастаса да, түтін улардың астында қанша жүрсе де тастамай байрағын. Соны пәлдеп тұрып басынан атқан. Сол бауырымыз, баламыз мүгедек болып қалды. Ол әшейін бір емнен жарылып кетпейді ол. Ол жігітімізге, ол талай баламызға ем керек, шетелде ем керек, бұяқта ем керек, жылдап. Сол жігіттің, сол батырдың жанұясына көмек берсек, ол мыналарға көмек бер, мыналарға, мынау үйімге бер деп айтаймын. Ол кейбір үйімдер бар дейді, қазір жинап отқан. Енді Алла тағала кесірсін, бірақ енді қазір мынау интернеттің заманы ғой. Мынау Берік Абишев дейтін жігіттің анасының счеты бар екен, интернетте жүрген. Басқалардың счеттарын іздеп жүріп, соларға көмектесіп, соларға пітір садағасын беріп, Алла тағаланың, сонда мен ойлаймын, Алла тағала сонда риза болады шығар деп. Анау мешітке апарып беріп, ол журналға жазып, ол журнал жазғаны не керегі бар? Ол кімге барады? Орнына бармайды ол деп санаймын қазіргі. Ол кімге мен бөлінетін, ол кім біледі? Орысша айтқандай тоқымозын догадываться дегендей. Сол үшін одан көр Алла тағала періштелер оң жағымнан жазсын, оң жағымыздан. Мынау қиналып жеткен азаматқа берілді, мынау анеха берілді деп ойлаймын енді мен өзім. Талай мынау имамдардан әбден бес мезгіл намаз жасамасам да жұма намаздан қалмайтын. Талай қорлық көрген, маған бетіме айта алмайтындар, сол имам арқылы айтатын. Сол үшін енді барлығы бірдей деп айта алмаймын, енді көмекшілерге айтып қояды. Сол үшін мен айтайын деген мынау жетіспей жанұялар бар, көп балалар жанұялар бар, кішкентай балалар жылдап ет жемегендер бар. Вот солар сол етіне жиналып, сорпасын істеп, ішіп сол сорпасын маңлайынан тер бұрқыта отырса, вот сонда үлкен сауап болады деп ойлаймын. Енді қазір мынау уақыт бар әлі, ораза айтқа шейін бітірсе, соны асықпай интернеттен іздеп тауып алып, соларға орысша айтқандай адресіне точно берсек деп, халық болып, ел болып көмектесек соларға. Басқа кім көмектеседі оларға? Олар біз үшін шықты. Олар жаңағы мемлекет үшін шықты. Арасында басқалар кіріп кетіп бұзды ғой бәрін. Соны деп менің ойымша оларға анандай үлкен көмек ешкім көмектеспейді. Сол үшін біз көмектеспегенде кім көмектес? Осындай пітір садағамен, басқасымен іздеп жүріп, интернетте не қылып жүріп, ел болып, халық болып көмектессек дұрыс болады еді, ағайын. Осы видеоны бөліссеңіздер, халық қайта бөліссеңіздер, халық көріп, біліп, көмек жасасақ батырларымызға. Бізден басқа кім көмек жасайды?